Өзіңмен әңгіме. Рим императоры әрі стоик философ Марк Аврелийдің адам жаны мен өмір мәні жайлы терең ой толғауларына бүгін шолу жасайтын боламыз. Марк Аврелийдің 424-ші ой толғауы. Егер жан тыныштығына жетуді қаласаң, дейді философ, өз әрекеттеріңді аз нәрсемен шекте, бірақ қажетті және табиғатынан азаматтық болмысқа тән жаратылыстың ақылы бұйыратын нәрселерді, әрі ақыл оны қалай бұйырса, солай орындауды айтқан дұрыс болмас па еді? Бұл жағдайда біз тек жақсы істері арқылы келетін жан тыныштығына ғана емес, сондай-ақ олардың аздығынан туындайтын тыныштыққа да ие болар едік. Өйткені біздің айтатынымыз бен істейтініміздің көпшілігі қажет дүниелер емес. Ал егер біреу осыдан бас тартса, оның бос уақыты көбейіп, уайым қайғыдан арылар еді. Сондықтан әр жағдайда өзіңнен бұл қажетті нәрселердің қатарына жата ма деп сұрау керек. Қажетсіз әрекеттерді ғана емес, қажетсіз ойларды да тоқтату қажет. Өйткені дәл солардан бос және мағынасыз әрекеттер туындайды.